Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мінеки осы күзде келді, күн салқындай бастады. Енді бір-екі айдан кейін қыста кеп қалады. Сондықтан кім әлі рульға отырған жоқ, рульға отыруға дайын дегендеріңіз келіңіздер, жазылыңыздар. Бұрынғы сияқты қазір оңай емес, бұрын машина аз болған. Қазір қанша деген машина көбейіп кетті. Соңғы жүргізушілердің де сапасы төмендей бастады. Ол енді түсінікті. Машина көп болғаннан кейін солай бола береді. Сондықтан келіп бізге жазылып, сондықтан бізбен бірге үйренесіздер. Бастында бастапқыда біз деген теория жағында көп мән береміз, себебі правиланы білген ол өзім үшін. Ол жаңағы ГАИ қызметкері үшін емес, или басқа біреулер үшін емес, өзім үшін ғана керек. Сондықтан біз оқып, түсініп, бөлшек-бөлшегімен деген сияқты. Өзі правиланың өзі, ереженің өзі ішінде көп неше түрлі түсініксіз нәрселер болады бастапқыда. Оны түсінбеген адамға қиын сияқты көрінеді. Негізінде қиын ештеңкесі жоқ. Бұл енді өте бір миға сыймайтын нәрсе емес қой, бірақ осыны біз деген меңгеру үшін кішкене шыдамдылық керек. Яғни біз деген әрине түсінемін, көпшілігі машина алсам, рульға отырып тезірек жүрсем екен дейді да, бірақ жақында қыс келе жатыр, жол тайғақ болады. Ол енді мен енді өзімнің тәжірибем көп болғаннан кейін, сабақ беріп жүргеннен кейін білемін да, көпшіліктің қатесі, осы Алматы қаласында деп айтайықшы, осы Алматы қаласында жүргізушілердің қатесі арақашықты сақтай алмайды. Ол енді кішкене шыдамдылық деген болу керек, сабырлық болу керек, бірақ көпшілік асығып жүреді, жақын жүреді бір-біріне. Сол кезде алдыда кетіп баратқан, или оның алдында кетіп баратқан көлікте кім жүргізіп баратыр, тәжірибесі мол ма жоқ па білмейміз да. Сондай кездерде бірден тоқтап қалған жағдайда артынан кеп соқтығысып жатады. Соған біз дайын болуымыз керек. Ол үшін біз деген рульға отыра салып үйренбейміз оны. Бірінші бастапқыда оны теория жүзінде тақтаға сызып есеп ретінде миға сіңдіреміз. Өйткені рульға отырып жүрген кезде егер қалай сіз бастап жүрдіңіз, дұрыс жүрмедіңіз, мысалы үшін біреу солай үйретті, солай қалыптасып кетесіз. Ол жаман қасиет болып кетеді. Содан кейін сол қателікті өмір бақи жасап жүреміз. Енді теорияда біз нені айтамыз? Біз тақтада сызамыз, көрсетеміз, метрмен, секундпен деген сияқты. Жүргізушінің реакциясы қандай болу керек, оның бәрін теория жүзінде біз бір-ақ сөзбен айтуға болмайды. Соны біз айтып, түсіндіріп, содан кейін рульға отырамыз. Енді бір жақсы бір жаңалығым бар, жақсы деп айтуға болатын шығар. Өйткені мен жақын арада жоспарлап отырмын, тегін тренингтер өткізіп тұруға. Осылай сол тренингтерде жалпы қызықты нәрселерді айтамыз. Сол жерден енді ары қарай толығырақ мәлімет алғым келеді, білгім келеді дегенсе, онда бізге жазылып ары қарай оқысақ болады. Тренингте ол 1 сағат болады. 1 сағатта енді бүкіл жол жүру ережесін, жол қозғалу қауіпсіздігін деген сияқты оның бәрін 1 сағатта толығымен айтып беруге мүмкін емес. Бірақ енді кішкене жобалап айтып береміз. Ал енді толығырақ білгілеріңіз келсе, сол біздің курсқа жазыласыздар. Сол жерде біз деген сол жерде жік-жігімен дейма, бөлшектеп, сол жерде түсіндіріп береміз. Сабақтар бізде орыс тілінде және қазақ тілінде өтеді. Егер мына шетел азаматтар болса, келе берсе болады. Мысалы үшін бізде түрік азаматтары көп оқыған кезінде, соған кішкене оларға қиын туған, өйткені орысшада кішкене жақсы түсінбей жатады, қазақша да түсіне білмейді. Сондықтан түркше оқып, меңгеріп, енді түркшеде оқитындай деңгейге жетіп қалдық. Яғни түріктің азаматтары келсе, олармен де жұмыс істеуге болады. Мен білем, осы Түркияда право алу кішкене қиындау дейді да, Қазақстаннан алуға болады дейді. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген азаматтар көп қой, түріктің азаматтары.
Солар келіп оқиды, жазылады. Сенің біздің Қазақстанның ережесін білгісі келеді. Сондай кезде қиындық туатын осы тіл. Сондықтан тіл білмейтін болса, өз тілінде сабақ беруге біз дайынбыз. Ал енді осымен қош сау болыңыздар, келіңіздер, жазылыңыздар. Өте қызықты мәліметтер сіздерді күтіп тұр.